Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге презентация жасауға арналған Slides.go деген сайтпен таныстырғым келеді. Бұл сайт дайын презентация шаблонын ұсынады. Бұл жерде әдемі етіп, қызықты етіп жасалынған, әдемі вкуспен жасалынған түрлі презентациялық шаблондарды түрі бар. Ең алдымен бұл презентацияны пайдалану үшін біз алдымен бұл сайтқа тіркелуіміз керек. Яғни жоғарғы жағында авторизация дегенді басамыз. Егер сіздердің gmail.com-дарыңыз болса, сол арқылы тіркелсек болады. Қазір тіркелеміз. Тіркелу жүріп жатыр. Міне, сохранять деп бастым. Бұл жерде түрлі салаларға дайындалған презентациялардың түр-түрін көре аласыз. Образование бағытын таңдадым. Сіз өзіңіз қай салада жұмыс жасайсыз, сол саланы таңдап өтесіз. Міне, жоғарғы жақта популярный, яғни осыған дейін бірнеше рет пайдаланылған презентация, білім бағытында образование, бизнес, маркетинг, медицина бағытында түрлі мақсаттағы бағыттардағы дайын презентацияларды көшіріп алуға болады. Оларды біз жөндеп, сосын түрлі өзімізге қажетті кезде қолдануға болады. Следующая страницаны басатын болсаңыз, презентацияның түрлі әдемі етіп жасалынған көп деген түрі бар. Қазір біз біреуін таңдайық. Яғни біз білім бағытындағы бір презентацияны өзіміздің компьютерімізге жүктеп алайық. Мысалы, қазір біреуін таңдаймын. Мысалы, қайсысын таңдасақ екен қазір? Жерде түрі бар. Яғни сіз презентация жасап, уақытыңызды көп кетіріп отырмайсыз, тек мұндағы дайын тұрған дизайн, дайын тұрған шаблонды пайдаланасыз, тек сөздерін өзгертіп алсаңыз болады. Мысалы, мынаны таңдайық. Жоғарыда мына жерде скачать деген бар. Соны басамыз. Бұл премиум екен. Яғни бұл жерде көріп тұрсаңыз, міне, корона тәждің суреті тұрғандар, олар сатылатын шаблондар. Ал егер бізге қазір тегін түрі бар, енді тегіннің өзі де біраз жетеді. Міне, бізге айтады, қай бағытта скачать етіп аласыз дейді. Силовая установка деген ол PowerPoint. PowerPoint-та біз осы дайындалған презентацияны міне скачать етіп алдық. Міне PPTX деген кеңейтілімде жасалынған. Яғни, кәдімгі біз PowerPoint бағдарламасында презентация дайындап, уақытымызды бірнеше рет жұмсап отырсақ, міне дайын біздің алдымызда презентациялық шаблондар бар. Осыны жоғарыда разрешить деп аламызда, өзгерте берсек болады. Мысалы, семинар немесе ашық сабақ дейік. Ашық сабақ. Дәл сол секілді сіз жоғарыдан кәдімгі редактировать етіп, түсін, қаріптің мөлшерін өзгертіп, әрі қарай жұмыс жасай берсеңіздер болады. Басқа да презентацияға арналған шаблондар өте көп. Сізге қайсы ұнайды, яғни тегін түрлері өте көп. Өзіңіз қалағаныңызды жүктеп алып пайдалансаңыздар болады. Кәделеріңізге жарасын. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздердің осы білім саласындағы ұстаздарға арналған түрлі сервистермен таныстыратын боламын.